Бұрында Абат Айымбетов, Бақытжан Зайнутдинов сияқты талантты жастар енді өнер көрсетіп жатыр ғой. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз, осылар қатты мақтап жүрген жоқ па мысалы жаңа? Бақтияр Зайнутдиновты қарастырсақ, әрине соңғы кездері жарақат алып жатыр, бірақ та Қазақстан футбол федерациясының басты мақсаты әрине осы футболшыларға жақсы бір қолайлы жағдай жасау. Көптеген футбол орталықтарында жалақы саны өспеді. Бүкіл қазақтың көңілінен шықты. Неге? Өйткені ол жаңағыдай легионерлерден бас тартты. Еуропаға футболшылар аттанса, әрине әртүрлі проблемалар болады. Мысалы, қазақстандық футболшыларға өте ауыр. Сол жылдары біздің Қазақстан құрама командасы өте жақсы ойын көрсетті. Қазақстандық футболшыларға мүмкіндік беру керек, бірақ та шетелдік футболшылар біздің чемпионатымыздың деңгейі құлдырап кетеді. Бірақ оны Елімай футбол клубының басшылығы ешкім естімеді. Байлардың балалары топ тепсе, онда әрине осы академиядан біз пайда көрмейміз. Енді неге сол жақсы істеп келе жатқан жұмысты біздің жаңағыдай аяқтан тарту болды? Енді мүмкін ол бір политический бір заказ болды. Самат Смаковты бас бапкерліктен босатты. Командасына күмәнім бар мысалы. Қазір білесіздер, Елімай футбол клубының ойыны өте нашар. Неге? Әлі бастапқы құрамда, стартовый составта өзіміздің семейлік түлектерден ешкім ойнап жүрген жоқ.